Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Айман 52 жасқа келгенде өмірінің дәл осындай бір күнге келетінін ешқашан ойламаған еді. Сырт көзге қарасаң, оның өмірі көп әйел армандайтын өмір сияқты көрінетін. Үйі бар, күйеуі бар, 2 баласы бар. Көрші қолан. Айманның бағы бар әйел ғой. Күйеуі де жаман емес, балалар да аман есен, деп айтатын. Бірақ адамның сыртқы тыныштығы мен ішкі тыныштығы бір нәрсе емес екенін Айман жақсы білетін. Ол соңғы жылдары өзін бір түрлі сезінетін болды. Таңертең тұрады, шайын қояды, күйеуіне таңғы ас дайындайды, үйдің шаруасын істейді. Күндер бір-біріне ұқсап өтіп жатты. Бір кезде өзі кім болғанда ұмытып кеткендей еді. Жас кезінде Айман өте көңілді, арманы көп қыз болатын. Ән айтқанды жақсы көретін, жаңа нәрсе үйренуге құштар еді. Бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін барлық арманын отбасының артына қойды. Алғашқы жылдары ол бұған риза болды. Отбасым аман болса, менің бақытым сол, деп ойлайтын. Бірақ жылдар өте келе бір нәрсе өзгерді. Күйеуі Серік бұрынғыдай оған ұзақ қарап әңгімелеспейтін болды. Кешке жұмыстан келеді, телефонын қолынан тастамайды. Теледидар көреді, тамақ ішеді, ұйықтайды. Айман кейде оның қасында отырып, «Серік, біз соңғы рет қашан екеуміз жай ғана сөйлестік?» деп сұрайтын. Серік болса, «Айман, не болды саған? Бәрі жақсы емес пе? Үйіміз бар, бала шағамыз бар. Қандай әңгіме керек?» дейтін. Осы сөз Айманның жүрегіне қатты бататын. Себебі ол үй ғана емес, өзіне Серік іздеген еді. Сол күнде басқа күндер сияқты басталған. Таңертең Айман базарға барып келді. Үй жинады, кешкі ас дайындады. Балалары алыста тұратын. Ұлы жұмысымен басқа қалада, қызы отбасымен бөлек кеткен. Үйде екеуі ғана қалған. Кешкісін Серік әдеттегідей телефон қарап отырды. Айман оның жүзіне қарап отырды. Бір кезде, «Серік, есіңде ме? Біз үйренгенде сен маған қартайғанша бірге боламыз деген едің», деді. Серік телефоннан көзін алмай, «Иә, есінде. Ал қазірше?» «Қазір де бірге отырмыз ғой». Бұл жауап Айман күткен жауап емес еді. Ол үндемей қалды. Кейде ең ауыр сөз айтылған сөз емес, айтылмай қалған сөздер болатын. Түн ортасы болды. Серік ұйықтап қалды. Ол бұрынғыдай қатты ұйықтайтын. Ал Айман болса, соңғы кездері көп ойланатын әдет шығарған. Бөлме қараңғы. Сағаттың тықылы ғана естіледі. Айман төбеге қарап жатты. Оның ішінде бір түрлі бос сезім болды. Мен осы өмірді осылай өткізем бе? Менің өзіме арналған бір күнім болмады ма? Мен кіммін өзі? Осы сұрақтар соңғы кезде жиі келетін. Сол түні оның көзіне Серіктің телефоны түсті. Телефон жастықтың жанында жатты. Айман оны алғысы келмеді. Өйткені ол өмірінде ешқашан күйеуінің затын тексермеген. Бірақ сол сәтте ішіндегі бір сезім оны тоқтатпады. Тек бір рет қарайын. Мүмкін мен бекер күдіктену жүрген шығарын. Ол телефонды қолына алды. Экран ашық тұр екен. Айман бастапқыда тек хабарламаларға қарап отырды. Бірақ бір хабарлама оның жүрегін тоқтатып жібергендей болды. Белгісіз нөмірден келген хабарлама. Бүгінгі әңгімеден кейін мен көп нәрсені түсіндім. Сізге әлі де ренішім бар. Бірақ өткенді ұмыту қиын екен. Айман қатып қалды. Қолы дірілдей бастады. Бұл кім? Қандай әңгіме? Неге мен ештеңе білмеймін? Ол әрі қарай қарауға қорықты. Бірақ адамның ең үлкен әлсіздігі белгісіздік. Ол хаттарды оқи бастады. Әрбір сөйлем сайын жүрегі ауырлай түсті. Бұл жай ғана бір хабарлама емес еді. Бұл оның 30 жыл бірге тұрған адамның өмірінде өзі білмеген бір бөлігі бар екенін көрсететін белгі еді. Айман сол түні алғаш рет күйеуіне басқа көзбен қарады. Жанында жатқан адам оған бөтен адам сияқты көрінді. Мен осы адаммен 30 жыл өмір сүрдім де, мен оның бәрі қысырын білемін деп ойладым ба? Көзінен жас шықты. Бірақ ол жылаған жоқ. Өйткені кейде адамның іші қатты ауырғанда көз жасы да шықпай қалады. Сол сәтте Айман күтпеген шешім қабылдады. Ол өмірінде бірінші рет өз сезімін бірінші орынға қойды. Бірақ бұл шешім кейін үлкен қателікке айналатынын ол білмеді. Таң атты. Серік оянғанда Айман бұрынғыдай таңғы ас дайындап жүрді.
Бірақ оның көзқарасы өзгерген еді. Ол енді бұрынғы Айман емес болатын. Ал кешке қарай есік қағылды. Айман есікті ашқанда алдында тұрған адамды көріп, өңі қашып кетті. Өйткені бұл адам оның өткен өмірмен байланысты еді. Айман есікті ашқан сәтте жүрегі бір түрлі дүрсілдеп кетті. Есіктен алдында тұрған адамға бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. «Сіз?» деді ол даусы дірілдеп. Алдында тұрған әйел де Айманды танығандай бір сәт төмен қарады. «Айман апай, мен сізбен сөйлесуім керек еді». Бұл Гүлнар болатын. Айман оның атын естігенде өткеннің бір есігі ашылғандай болды. Гүлнарды ол 20 жылдан астам уақыт көрмеген. Бір кездері бұл әйел олардың отбасына жақын адам болған. Бірақ кейін бір жағдайдан соң аралары үзілген. «Қазір келетін уақыт па еді?» деді Айман салқын үнмен. Гүлнар ауыр күрсінді. «Мен де келгім келмеді, бірақ кейбір нәрселерді айтпай жүре алмадым». Айманның жүрегі тағы да қысылды, өйткені соңғы түндегі хабарлама есіне түсті. «Кім келді?» деген Серіктің даусы естілді. Айман артына бұрылды. Күйеуі дәлізде тұр екен. Гүлнар мен Серік бір-біріне қарады. Сол бір секундтың ішінде Айман көп нәрсені байқады. Серіктің көзіндегі қорқынышты, Гүлнардың жүзіндегі өкінішті. Осы екі адамның арасында өзіне белгісіз бір әңгіме бар екенін түсінді. «Серік, сен бұл кісіні танисың ба?» деді Айман. Бөлмеде үнсіздік орнады. Серік бірден жауап бермеді. «Иә, танимын». Бұл екі сөз Айманға ауыр тиді. Өйткені күйеуі ешқашан «иә, білемін» деп қана қоймайтын. Әдетте бәрін түсіндіріп беретін, ал қазір ол бір нәрсені жасырып тұрғандай еді. Гүлнар үйге кірді. Үшеуі үнсіз отырды. Шай қойылды, бірақ ешкім ішпеді. Ақыры Гүлнар сөйледі. «Мен сіздердің өмірлеріңізге араласқым келмейді. Бірақ бір шындық бар». Айманның қолы кесеге жеткен жерінен тоқтады. «Қандай шындық?» Гүлнар Серікке қарады. «Серік мырза сізге бәрін айтпады». Айманның ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ол күйеуіне қарады. «Бұл рас па?» Серік үнсіз қалды. Кейде адамның үндемеуі ең үлкен жауап болатын. Сол күні Айман бұрын ешқашан қоймаған сұрақтарын қоя бастады. «Сен мені қанша жылдан бері алдап келесің?» Серік қабағын түсірді. «Айман, бәрін сен ойлағандай емес». «Онда қалай?» «Мен саған жамандық жасағым келген жоқ». Айман күліп жіберді. Бірақ ол күлкі қуаныш емес еді. «Жамандық жасағың келмеді ме? Адамды шындықтан алыстату жамандық емес пе?» Серік үндемеді. Сол кеште Айман жалғыз бөлмеде отырды. Қолында ескі фотоальбом. Ол жас кезіндегі суреттерін қарап шықты. Мына суретте ол 25 жаста. Көзінде арман бар. Жанында Серік тұр. Екеуі қандай бақытты көрінеді. Айман суретке қарап, «Біз қай жерде жоғалдық?» деп сыбырлады. Ол Серікті жек көргісі келді. Бірақ 30 жылдық өмірді бір күнде өшіру мүмкін емес еді. Келесі күндері Айман өзгеріп кетті. Ол бұрынғыдай күйеуінің әр сөзін қабылдай салмайтын болды. Серік те оның өзгергенін байқады. «Сен маған сенбей жүрсің бе?» деді бір күні. Айман жай ғана, «Мен бұрын саған тым қатты сенген екенмін». Бұл сөз Серікке ауыр тиді. Бір күні Айманға белгісіз нөмірден тағы хабарлама келді. Ол телефонға қарады. Хабарламада бір ғана сөйлем бар еді. «Айман хан, сіз күйеуіңіздің барлық сырын әлі білмейсіз». Айманның жүрегі мұздап кетті. Ол экранға ұзақ қарап отырды. Тағы қандай сыр бар? Менің 30 жылдық өмірімнің ішінде мен білмеген қанша нәрсе бар? Осы сұрақтар оны мазалай бастады. Сол түні Айман Серіктен сұрады. «Егер мен бәрін білсен, біздің отбасымыз өзгере ме?» Серік ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана, «Кейбір шындықтарды білгеннен кейін бұрынғыдай өмір сүру қиын болады». «Неге?» Серік көзін тайдырды. «Өткені кейбір қателіктер кешірілгенмен ұмытылмайды». Айман осы сөзден кейін бір нәрсені түсінді. Бұл тек Серіктің сыры емес. Бұл екеуінің де өткен өмірі туралы еді. Ал ертеңіне Айман күтпеген жерден бір құжат тауып алды. Ол құжатты ашқанда қолдары дірілдеп кетті. Өйткені онда өзінің аты жазылған еді. Айман қолындағы құжатқа ұзақ қарап тұрды. Бірнеше секунд бойы не істерін білмеді. Қағаздағы өзінің аты жөнін көрген сайын жүрегі қысылып бара жатты. Бұл не? Неге менің атым тұр? Серік менен тағы нені жасырды? Ол құжатты қайта-қайта оқыды, бірақ мағынасы бірден түсінікті болмады. Бұл жай ғана қағаз емес еді. Бұл 30 жылдық некеде өзі білмей қалған бір шындықтың
дәлелі сияқты көрінді. Сол сәтте үйге Серік кірді. Айман оның дауысын естігенде құжатты қолына ұстап тұрып қалды. Серік. Күйеуі әйелінің даусынан бір нәрсенің болғанын түсінді. Не болды? Айман құжатты үстел үстіне қойды. Мынау не? Серік жақындап келіп қағазға қарады. Бір сәтте оның жүзі өзгеріп кетті. Айман осыны күтпеген еді. Өйткені кейде адамның реакциясы оның сөзінен де көп нәрсе айтады. Сен мұны қайдан таптың? Деді Серік жай ғана. Айманның жүрегі ауырды. Демек сен білесің? Серік үндемеді. Менің сұрағыма жауап берші. Сен білесің бе? Иә. Осы бір сөз Айманға қатты батты. Сен білдің, ал мен білмедім. Сол кеште олардың үйінде алғаш рет үлкен әңгіме болды. 30 жыл бойы айтылмай келген сөздер сыртқа шықты. Серік, мен сенің қасында өмір сүрдім. Балаларыңды тәрбиеледім. Барымды бердім. Бірақ сен мені өмірінің бір бөлігіне кіргізбепсің. Серік басын төмен түсірді. Мен қорқтым. Неден? Сенің мені жек көріп кетуіңнен. Айман ащы жымиды. Ал қазірше? Қазір мен не сезіп отырмын деп ойлайсың? Серік ұзақ үнсіз отырды. Сосын баяу сөйлей бастады. Бұл жағдай сен ойлағандай емес. Онда түсіндір. Жастарымызда бір жағдай болды. Айман тыңдап отырды. Сол кезде мен қателестім. Бірақ ол қателіктің салдарын жылдар бойы көтеріп келем. Айманның көзінде ашу мен мұң араласып кетті. Неге маған айтпадың? Серік ауыр күрсінді. Өйткені сен мені кешірмейсің деп ойладың. Айман сол түні ұйықтай алмады. Ол ас үйде жалғыз отырды. Терезеден сыртқа қарап, біз бақытты болдық па? Әлде тек бірге өмір сүрдік пе деп ойлады. Ол Серікті кінәлағысы келді. Бірақ өзінің де бір түнде жасаған қателігі есіне түсті. Телефон, хабарламалар, сол түнгі әрекеті. Айман алғаш рет өзіне де сұрақ қойды. Мен де дұрыс істедім бе? Келесі күні балалар келді. Ұлы Данияр анасының көңіл-күйін бірден байқады. Апа, сізге не болды? Ештеңе болған жоқ балам. Апа, мен сізді білемін. Сіз бұрынғыдай емессіз. Айман үндемеді. Ол балаларын бұл мәселеге араластырғысы келмеді. Бірақ кейбір құпиялар қанша жасалса да, отбасы ішінде сезіледі. Сол күні кешке Гүлнар тағы келді. Бұл жолы ол жалғыз емес еді. Қасында бір ер адам болды. Айман оның кім екенін түсінбей тұрды. Гүлнар жай ғана: Айман апай, сізге енді бәрін айтуым керек. Айманның жүрегі дүрсілдеді. Тағы не бар? Гүлнар ауыр күрсінді. Серік мырза сізге бір нәрсені айтпады. Бірақ ол нәрсе сіздің бүкіл өміріңізге байланысты. Серік орнынан тұрды. Гүлнар, тоқтат. Бірақ кеш еді. Айман бәрін білгісі келді. Жоқ, айтыңыз. Бөлме іші үнсіз қалды. Гүлнар ақырын сөйледі. Осыдан 25 жыл бұрын болған бір жағдай бар. Айман демін ішіне тартты. Ол жағдайдың сізге қатысы бар. Сол сәтте Айман бір нәрсені түсінді. Ол тек күйеуінің сырын емес, өз өмірінің жасырын қалған бөлігін ашқа алтырайды. Ал ең ауыры, шындықты естігенде кімнің кінәлі екенін ажырату қиын болатын. Бөлме ішінде ауыр тыныштық орнады. Айман Гүлнарға қарап отырды. 25 жыл бұрынғы жағдай. Оның өзіне қатысы бар жағдай. Бұл сөздер оның ойын мың бөлшекке бөліп жіберді. Айтыңыз, деді Айман баяу ғана. Мен бәрін білуім керек. Серік орнынан қозғалды. Айман, қажет емес. Айман бірден күйеуіне қарады. Жоқ, Серік. Осы уақытқа дейін менің орныма шешім қабылдадың. Не білуім керек, нені білмеуім керек, соны өзің таңдадың. Енді өзім таңдаймын. Бұл сөз Серікті үнсіз қалдырды. Гүлнар терең тыныс алды. Осыдан 25 жыл бұрын сендердің отбасыларында қиын кезең болғанын білесің ғой? Айман ойланып қалды. Иә, ол жылдар оңай болмаған. Ұлы кішкентай еді, ақша аз болды. Серік жұмыстан кеш келетін. Сол кездері екеуі де шаршап жүретін. Сол кезде Серік үлкен қателік жасады, деді Гүлнар. Айман күйеуіне қарады. Серік көзін төмен түсірді. Бірақ ол қателіктің артында тағы бір шындық бар еді. Қандай шындық, деді Айман. Гүлнар үнсіз қалды. Сосын: сен ол кезде бәрін өзіңнің кінәң деп ойладың. Айман түсінбей қалды. Менің кінәм?
Иә. Бұл сөз Айманға ауыр тиді. Өйткені ол жылдар бойы бір нәрсені жүрегінде сақтап жүрген. 25 жыл бұрын Айман мен Серік алғаш рет қатты ұрысқан күн. Сол күні Серік үйден кетіп қалған. Айман түнімен жылаған. Ол өзін кінәлаған. Мен әйел ретінде дұрыс болмадым ба? Мен оған жеткілікті көңіл бөлмедім бе? Мен үй мен балаға ғана көңіл бөліп, күйеуімді ұмытып кеттім бе? Осы сұрақтар оны жылдар бойы мазалаған. Серік сол кезде саған бір нәрсе айтқысы келді, деді Гүлнар. Бірақ айтпады ма? Иә. Неге? Гүлнар Серікке қарады. Өйткені ол сені жоғалтудан қорықты. Айман ащы күлді. Ал қазір мені жоғалтудан қорықпай ма? Серік басын көтерді. Қорқамын. Оның даусында алғаш рет әлсіздік сезілді. Мен сенің алдында көп нәрсеге кінәлімін, Айман. Бірақ мен сені ешқашан бағаламадым деп айта алмаймын. Айманның көзінен жас шықты. Өйткені ол осы сөздерді жылдар бойы күтті. Сол күні кешке Айман мен Серік алғаш рет ерлі-зайыпты емес, екі бөтен адам сияқты сөйлесті. Біз қай жерде қателестік, деді Айман. Серік ұзақ ойланды. Біз бір-бірімізді жақсы көрдік, бірақ бір-бірімізді тыңдауды тоқтаттық. Бұл сөз Айманның жүрегіне киді. Себебі шындық осы еді. Олар жау болған жоқ. Олар жай ғана бір-бірінен алыстап кеткен. Бірақ Айманның ішінде әлі бір ауыр нәрсе бар еді. Ол өзінің сол түнгі қателігін есіне алды. Серіктің Тевтонын қараған, ашумен жасаған әрекетін, ең бастысы, ол жасаған нәрсені ешкім білмейтін. Әзірге. Келесі күні Айман жалғыз серуендеуге шықты. Ол ауыл шетіндегі ескі орындыққа отырды. Бұл жерге ол жас кезінде жиі келетін. Сол кезде өмірі алда болатын. Ал қазір артқа қарап, мен өзімді қай кезде жоғалттым деп ойлады. Телефоны шырылдады. Бұл Серік еді. Айман көтерді. Айман, үйге келші. Неге? Серік біраз үнсіз қалды. Мен саған тағы бір нәрсе айтуым керек. Айманның жүрегі тағы да қысылды. Тағы бір сыр ма? Иә. Қандай? Серік ауыр дауыспен. Сен менің өмірімдегі жалғыз жасырылған адам емессің. Айман үндемей қалды. Не айтқың келеді? Серік. Сен де менен бір нәрсені жасырып жүрсің. Айманның қолы мұздап кеткендей болды. Ол бірден түсінді. Серік оның сол түнгі әрекетін білген болуы мүмкін еді. Айман үйге қайтып келе жатқанда бір ғана ой болды. Егер Серік бәрін білсе, біздің отбасымыз не болады? Ол өз қатесін бірінші рет толық сезінді. Өйткені кейде адам біреудің құпиясын ашамын деп жүріп, өзінің де ашылып қалатынын ұмытып кетеді. Үйге кіргенде Серік оны күтіп отыр екен. Стелде 2 кесе шай тұр. Бірақ бұл жолы олардың әңгімесі бұрынғыдай болмайтыны анық еді. Серік шай ғана. Айман, сен сол түні менің телефонымды қарадың ба? Деді. Айман үнсіз қалды. Жауап беретін уақыт келген еді. Серік қойған сұрақ бөлменің ішін ауыр тыныштыққа толтырды. Сен сол түні менің телефонымды қарадың ба? Деді ол тағы бір рет. Айман күйеуінің көзіне қарады. Бұрын ол мұндай сәтте өтірік айтып құтылып кетуге тырысар еді. Бірақ қазір бәрі өзгерген. 30 жылдық некеде алғаш рет ол шындықты таңдады. Иә. Серік үндемеді. Қарадым. Осы екі сөзден кейін Айманның иығынан үлкен бір жүк түскендей болды. Мен дұрыс істемедім, деді ол. Мен сенің жеке дүниеңе араласпауым керек еді. Серік терезеге қарап отырды. Неге қарадың? Айман көзін төмен түсірді. Өйткені мен сені жоғалтып алғандай сезіндім. Бұл жауап Серікті ойландырып қойды. Мен сенен жылдар бойы бір нәрсе күттім, Серік. Не? Сенің мені байқап, мені әйел ретінде көргеніңді қаладым. Серік үнсіз тыңдап отырды. Мен тек ана болдым, үйдің адамымын, балалардың анасымын. Бірақ бір күні айнаға қарасам, өзімді танымай қалдым. Айманның даусы дірілдеді. Мен қай жерде жоғалғанымды білмеймін. Сол күні екеуі ұзақ сөйлесті. Бұрынғыдай айқайсыз, бір-бірін кінәламай. Тек екі шаршаған адамның әңгімесі сияқты болды. Серік те алғаш рет ішіндегісін ашты. Мен де қателестім, Айман. Білемін. Бірақ мен де өзімді жоғалттым. Айман оған қарады. Қалай? Мен бәріне жауапты болуға тырыстым. Ақша таптым, үйді асырадым. Бірақ сенің жанында отырғанымды ұмытып кеттім. Бұл сөз Айманға ауыр болса да, шындық сияқты естілді. Келесі күндері Айман өзіне көбірек көңіл бөле бастады. Бұрын ол таңертең тұрғаннан кейін бірден үй шаруасына кірісетін.
Енді ол таңертең жай ғана терезені ашып таза ауа ашытатын болды. Бұрын өзіне киім алуға қимайтын, енді өзіне ұнайтын киімді таңдай бастады. Бұрын балаларға керек шығар, үйге керек шығар деп өзін соңғы орынға қоятын. Енді менің де өмір сүруге құқығым бар деп ойлай бастады. Бір күні қызы Айсұлу анасына келді. Ол анасының өзгергенін бірден байқады. Апа, сіз соңғы кезде басқаша болып кеттіңіз. Айман күлімсіреді. Қалай? Бұрын сіз үнемі бір нәрсеге алаңдап жүретін едіңіз. Қазір көзіңізде тыныштық бар. Айман қызының сөзін естіп ойланып қалды. Мүмкін ол шынымен де өзін қайта тауып келе жатқан шығар. Бірақ өмірде бәрі бірден түзеле алмайды. Серіктің бұрынғы қателіктері де, Айманның ішіндегі реніші де бір күнде жоғалған жоқ. Кейбір түндері Айман әлі де ойланатын. Мен кешіре аламын ба? Біз бұрынғыдай бола аламыз ба деп. Бір күні Серік Айманға ұсыныс жасады. Екеуміз бір жерге барып қайтсақ қайтеді? Айман таңғалды. Қайда? Бұрын барған жерімізге. Айман бірден түсінді. Бұл олардың жас кезіндегі сүйікті орын еді. Сол жерге олар үйленгеннен кейін жиі баратын. Айман біраз үнсіз отырды. Сосын, жарайды, барайық, деді. Сапар кезінде екеуі көп нәрсені еске алды. Алғаш танысқан күндерін, алғашқы балалары дүниеге келген сәтті, қиын кездерді, бақытты күндерді. Сол кезде Айман бір нәрсені түсінді. Олардың махаббаты жоғалып кетпеген. Ол тек ұзақ уақыт үнсіз қалған. Бірақ қайтар жолда Серіктің телефонына бір хабарлама келді. Серік оны оқып, бірден өңі өзгерді. Айман байқап қалды. Не болды? Серік телефонды жаба салды. Ештеңе. Айман бұрынғы Айман болса, үндемей қалар еді. Бірақ қазір ол өзгерген. Жоқ, Серік, ештеңе емес. Серік үнсіз қалды. Айман оның көзіне қарап. Біз қайта бастаймыз десек, тағы да құпиямен өмір сүре алмаймыз. Серік терең дем алды. Сосын, бұл жол саған бәрін айтам, деді. Бірақ Серіктің айтатын шындығы Айман күтпеген нәрсе еді. Өйткені ол шындық олардың некесін толық өзгертуі мүмкін болатын. Ал Айман енді бір нәрсені анық түсінді. 52 жас өмірдің соңы емес. Кейде адам дәл осы жаста өз өмірін қайта бастайды. Серік үнсіз отырды. Көліктің ішінде екеуінің де даусы шықпады. Айман терезеге қарап келе жатты. Бір кездері ол күйеуінің үнсіздігінен қорқатын. Өйткені үнсіздік оның ойынша алыстаудың белгісі еді. Ал қазір ол басқа нәрсені түсінді. Кейде адам сөйлей алмағандықтан емес, ішіндегі ауыр шындықты қалай айту керегін білмегендіктен үнсіз қалады. Айман, Серік ақырын сөйледі. Иә? Мен саған бәрін айтуым керек. Айман бұрылып қарады. Тыңдап тұрмын. Серік терең тыныс алды. Менің ең үлкен қателігім сенен шындықты жасыру болды. Айман үндемеді. Мен саған зиян келтіргім келмеді. Бірақ мен қорықтым. Сенің көзқарасынан, сенің мені бұрынғыдай көрмей қалуыңнан қорықтым. Ал менің жылдар бойы не сезінгенімді ойладың ба? Серік басын изеді. Жоқ, сол кезде ойламадым. Осы жауап Айманға ауыр тиді. Бірақ ол бірінші рет Серіктің шын мойында тұрғанын көрді. Үйге келгеннен кейін екеуі ұзақ әңгімелесті. Бұл жолы өткенді өзгерту үшін емес, болашақты түсіну үшін. Айман да өз ішіндегі ауыр нәрсені айтты. Мен де қателестім, Серік. Күйеуі оған қарады. Қайсысын айтып тұрсың? Айман біраз үнсіз отырды. Сол түні телефонымды қарағанымда. Серік көзін төмен түсірді. Мен оны бұрыннан білдім. Айман таңғалды. Білдің бе? Иә. Неге үндемедің? Серік күлімсіреді. Өйткені сол кезде мен де өз кінәмді түсіндім. Сол сәтте Айман алғаш рет жеңілдеп қалғандай болды. Олар бір-бірін жеңуге тырыспады. Бір-бірінің ауырған жерін түсінуге тырысты. 30 жыл бірге өмір сүрген адамдар кейде бір-біріне бөтен болып кетуі мүмкін. Бірақ егер екі адам да өзгеруге дайын болса, қайта жақындауға мүмкіндік бар еді. Арада бірнеше ай өтті. Айман бұрынғыдай тек имен шектелмейтін болды. Ол өзіне ұнайтын іспен айналыса бастады. Көптен бері кейінге қалдырған армандарын орындауға кірісті. Балалар да анасының өзгергенін байқады. Ұлы Данияр бір күні: "Апа, сіз бұрынғыдан бақытты көрінесіз." Айман күлімсіреді. "Себебі мен өзімді шайта таптым, балам." Бір күні Айман ескі альбомды ашты. Жас кезіндегі суреттерін көрді. Бұрын ол сол суреттерге қарап, мен қандай бақытты едім деп ойлайтын.
Ал бұл жолы мен әлі де бақытты бола аламын деп ойлады. Өйткені бақыт тек жастық шақта қалмайды екен. Серік те өзгерді. Ол бұрынғыдай телефонына үңіліп отырмайтын, Айманмен сөйлесетін, кейде бірге шай ішіп отырып өткендерін еске алатын. Бірақ екеуі де бір нәрсені түсінді. Олардың бұрынғы өмір қайтып келмейді, бірақ жаңа өмір бастауға болады. Бір күні кешке Серік Айманға қарап, «Сен мені кешірдің бе?» деп сұрады. Айман біраз ойланды. «Білмеймін». Серік таңғалды. «Білмейсің бе?» «Иә, кейбір нәрселерді ұмыту қиын. Бірақ мен енді сол ауырлықпен өмір сүргім келмейді». Серік үндемей қалды. Айман жалғастырды. «Мен сені ғана емес, өзіңді де кешіруім керек болды». 52 жасында Айман бір нәрсені түсінді. Әйел адамның өмірі тек күйеуінен, балаларынан немесе отбасының бағасынан тұрмайды. Ол өз арманы, өз ойы, өз жүрегі бар адам. Бір қателік оның бүкіл өмірін анықтамайды. Көп жыл өткен соң Айман сол түнді еске алды. Күйеуі ұйықтап жатқанда телефонын алған түнді. Сол кезде ол өзін бәрін жоғалттым деп ойлаған. Бірақ шын мәнінде сол түн оған бір нәрсе берген еді. Ол өз өміріне қайта қарауға мүмкіндік берді. Айман терезе алдында тұрып сыртқа қарады. Күн батып бара жатты. Ол жай ғана жымиды. Соны